Өскемендегі Посук титаниум зауыты экспортқа жіберетін ең алғашқы титан құймасын шығарды. Шығыс Қазақстанның бас шаһарындағы бірегей өндіріс орны үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының аясында өткен жылдың соңында іске қосылған болатын. Қазіргі таңда кәсіпорынның өнімі түгелдей халықаралық стандарттарға сай. Шетелге сатылатын ең алғашқы титан құймасын әріптесім Берік Көшербай көріп келді. Үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы бойынша жүзеге асқан жобаның құны 70 миллион ақш доллары. Бұл қаражаттың 1/4 бөлігін Қазақстанның даму банкі берген. Кроме данного проекта Восточный Казахстан. Бұл жобадан бөлік біз Шығыс Қазақстан облысында 6 жобаны жүзеге асырып жатырмыз. 3 инвестициялық және 3 экспорттық операцияның жалпы құны 121 миллиард теңгеден астам. Бұл Қазақстан мен Корея елінің бірлескен кәсіпорны. Өскемен титан магний комбинатынан шығатын титан кеуегі осы зауытта балқытылып құймалар жасалады. Халықаралық стандарттарға сай ең алғашқы өнімнің өндірілуіне орай зауытқа жан-жақтан мәртебелі меймандар шақырылып, бірінші құйма салтанатты түрде көрсетілді. Сирек металдың құймасы инновациялық әдіспен өндіріледі. Бұл үшін кәсіпорынның қақ төрінде заманауи пеш қойылған. Титан кеуегін осы қондырғыда электронды сәулелі әдіспен үздіксіз балқытып, салмағы 10 немесе 20 тонна болатын титан құймасы алынады. Бұл біздің елден Оңтүстік Кореяға экспортқа жіберілетін ең бірінші титан құймасы, салмағы 10 тонна. Осы жердегі зауыт қызметкерлерінің тілімен айтқанда, бұл коммерциялық тазалықтағы өнім. Посук титаниум зауыты осындай 10 тонналық құймалардың бір жылда 630-ын шығаруға қауқарлы. Жақын арада Өскеменде өндірілген титан құймалары Оңтүстік Кореяға сатылып, сол жақта салынатын атом станциясының құрылысына қолданылады. Бұл келісім арнайы меморандуммен бекіді. Такие проекты, как этот, позволяют. Осы сияқты жобалар қазақстандық титан өнімдерінің әлемдік нарықта бәсекелестігін күшейтуге мүмкіндік береді. Жобаны мемлекеттік қолдаудың арқасында ғана сәтті жүзеге асты деп айтар едім. Сонымен қатар Қазақстан даму банкінің қаржылай көмегі де біз үшін аса маңызды болды. Өскеменнің титан құймалары Кореяда одан әрі өңделіп, одан титан тақталары мен құбырлар жасалады. Бұл металл негізінен кеме құрастыру зауыттарында, сонымен қатар авиация мен ғарыш өнеркәсібі, энергетика және мұнай-газ саласында қолданылады. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.